Ақтөбеде қоқыс жәшігі маңын паналаған қаңғыбас тұрғындардың мазасын қашырды. Ол тал түсте дамбалын шешіп, ойына келген істейді екен. Оғаш қылықтарынан қорыққан жұрт талай мәрте түрлі мекемелерге хабарласқан. Бейімдеу орталығындағылар бірнеше рет алып кеткенмен, онда да ұзақ тұрақтамапты. Ақыл есі кем жігітті оқшаулауға психдиспансердегілер де асығар емес. К тебе пришли люди, к тебе пришли. Шаңқай түсте шалқиып жатқан бұл жігіт қоқыс алаңын тұрақты мекеніне айналдырған. Осы жерден тамағын тауып жеп, алысқа ұзамайды. Адамнан гөрі қоқыс жәшіктерімен тілдескенді құп көреді. Ең сорақысы тапа-тал түсте жансыз заттармен жұрт көзінше жыныстық қатынасқа түседі екен. Дамбалын шешіп, мына қоқыс жәшіктерімен білгенін істейді. Айтуға аузың бармайды. Жәшіктерді адам деп ойлайтын сияқты. Темірді құшақтап, кейде сонымен ұрсып жатады. Қаңғыбас өзін Тимурлян деп таныстырды. Жасы 35 екен. Өзінен 20 жас үлкен әйелмен некеде болғанын айтады. Бірақ онысының рас өтірігін ешкім білмейді. Ақыл есігем жігітке тұрғындар аяушылық танытқанымен балалар үшін алаңдайды. Қоқыс төгуге келген кішкентайларды жазым қылама деп қорқады. Сөйтіп бейімдеу орталығына да бірнеше рет тапсырған екен. Бірақ онда да ұзақ тұрақтауға рұқсат жоқ. Этот человек мне знаком. Ол жігітті жақсы білеміз, бірақ заңға сәйкес ақыл есі кем адамдарды орталықта қалдыра алмаймыз. Бізде болған кезде көтеріліп ауырды. Психбригаданы шақырып едік, олар қоғамға қаупі жоқ деп кетіп қалды. Оны міндетті түрде оқшаулау керек. Осылайша психдиспансердегілер науқас жігітті қабылдағысы жоқ. Құжаты болмаған соң бастарын ауыртқылары келмейді. Әлеуметтік бейімдеу орталығы мамандары олардың бұл қылығына ашуланып, облыстық денсаулық сақтау басқармасына арызда жазған. Ондағы шенділер жындыдан да асып түсті. Яғни шара қолданудың орнына есігем жігіттен қайдағы жоқ анықтамаларды жинауды талап еткен. Жаңалық Ақаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.